Біз келісімге келдік. Осы жаңағы ұйым құрылатын болса, онда барлықтарымыз өзіміз қосыламыз, өздеріміз көзқарастарымызды айтамыз, оны шешудің жолдарын, оны айтудың жолдарын, басқа да айла амалдарын, әдіс-тәсілдерін біз түгелдей қолданамыз. Осыған жаңа қалалық өтіштік және жастаған жаңа жастар осыған жетекшілік етіп, бұл жерде көптеген өзекті мәселелерді талқылайды, айтады. Сондықтан бұны біз бір жаңағы сөзбен айтқанда бұл үлкен жеңіс болды. Жаңа осындай кездесуге келуі, келісімге келуі, түгел талаптарымызды орындауы, шын мәнінде Қазақстан тарихында бірде-бір жастар ұйымының ондай талап орындалған жоқ. Сондықтан бұны біз үлкен өзіміздің жеңісіміз ретінде бағалаймыз. Жаңа айтыңыз, қойылып кеткен талаптардың арасында кейбір сұрақтарға жаңа қанағаттанарлықтай жауаптар. Әрине, ол енді былай 100% енді ештеңе болмайтынымызды түсінеміз ғой. Шын мәнінде кедендік одаққа байланысты келісімге келе алмай отырмыз. Оған бірақ енді тек қана жастар емес, сонымен бірге ұлтшыл патриоттар да қосылып жатыр. Премьер-министрдің жауабын күтіп отырмыз. Егер шын мәнінде оған да жауап болмайтын болса, онда басқа мәселе. Сондықтан бүкіл 100% енді орындалмаса да 99% талаптарымыз түгелдей орындалды. Соны кедендік одақ мәселесін біз ары қарай да көтереміз, айтамыз. Сондықтан енді шын мәнінде әлі жұмыс істейтін талап мәселелер көп. Біз талаптарды енді соны өзімізді жүзеге асыруға тікелей атсалысамыз, соған араласамыз деп отырмыз. 11 күнгі жиын боланы енді? 11 күнгі жиында енді мынау жаңағы барлық талаптарымыз орындалғандықтан біз енді соны өткізбейтін болдық. Өйткені біздің басты мақсатымыз митинг жиын өткізіп дабыра қылу емес. Біздің талабымыз осы мәселелерді орындату болады. Сол талаптарымыз орындалғандықтан енді ол митингі болмайды. Бүгін кездесу жабық еді. Бұл енді жаңағы келіссөз түрінде өтті. Бұған тек қана біз 15 адамды кіргіздік. Өзіміздің ұйымдардың атынан 15 адам кірдік. Журналистерге соны брифинг түрінде өткіземіз деген келісім болды. Ахметжан Есімов бүгін осы сіздердің амалдарыңызды самопиар деп бағалады. Соған не дер едіңіз? Енді ол қай уақытта бағалады? Бүгін информация. Жаңағы енді бұны қалай болғанда да қала әкімінің ондай бағалау дұрыс емес. Өйткені біз әкімшілігімен осындай келісімге келіп отырмыз. Енді ол кісі де өзінің көзқарасын өзгертеді деп ойлаймыз. Өйткені біздің талап самопиармен айналыссақ, онда біз алаңға шығатын едік, келіссөзге отырмайтын едік. Сондықтан біздікі басты мәселе талабымызды орындату болды. Ал енді Есімовтің пікірі басқа пікір, бірақ дегенмен Есімовте министрлерде, президент әкімшілігінде адамдар болды. Президент әкімшілігінде олар да өздері толық мәселемізді орындауға, талабымызды орындауға келіп отыр. Соған келістік. Нақты мерзімдер көрсетілді ме? Нақты мерзім осы шұғыл түрде соның жиналысын өткіземіз. Алғашқы диалог өзіміздің негізінен сол бойынша жаңа жұмыстар жасаймыз. Осы айдың ішінде өткізуге тырысамыз. Өзіміздің дайындығымызға байланысты, сосын әкімшіліктің дайындығына байланысты екі жақта екі тарапта кездесу. Бүгін кездесу бойынша баспасөз мәслихатын өткізесіздер ме? Жоқ, енді осы брифинг түрінде жетеді деп ойлаймыз. Баспасөз мәслихатын өткізу қажеттігі жоқ.